Адамдар қазір немен айналысуда? Нақты сіз осы видеоны YouTube'дан қарап отырсыз. Орташа есепке сенсек, бүгін тағы 20 минут басқа видеоларды көресіз. Кейін тігінен орналасқан видео және суреттерге біраз уақыт құртасыз. Жаңалықтар оқисыз, немесе өзіңіз пост жүктеп, комментарий жазасыз. Міндетті түрде мессенджерларда сөйлесесіз. 10 минутқа жуық ақпарат іздейді екенсіз. Біреулерді 3 минуттай уақытқа Википедия өзіне байлайды. Бірақ күннен күнге біз сұрақтарымызды жасанды интеллектке көбірек қоюдамыз. Тағы да бірдеңе сатып алу керек, кешке сериал көреміз, және 18-ден асқандарға арналған кинолардың да есебі бар. Нәтижесінде сіз, мен, тағы 5,5 миллиард интернет тұтынушылары тәулігіне 6,5 сағат онлайн уақытын әңгімелесуге, көңіл көтеруге, білім алуға, жұмыс істеуге, ақша табуына жұмсап жатыр. Ақшаны кімнің табуына уақыт жұмсап жатқанын қараңыз. Міне бүгін әлемдегі ең бай компаниялар. Бұлар өмірге ең маңызды өнімдер сатып жатқан жоқ. Одан да бағалау. Олар сіз бен біздің әрқайсымыз туралы білген ақпараттарымызды сатып баюда. Иә, алгоритмдер тегін контент беріп, немесе қалаулы тауарды ұсынып жатқан сәтте, біз туралы ақпараттар жинап, біздің назарымызды басқа коммерсанттарға сатуда. Сол арқылы біздің әдеттерімізді болжап, іс-әрекетімізге әсер беріп, тіпті кез келген дүние жайында ойымызды өзгертіп жатыр. Дегеннің одан да қорқыныштысы, және тарихи капиталистер мен диктаторлардың түсіне кірген арманы миллиард адамдар тератонна видео, сурет, комментарий, обзорларымен заманауи IT империяларын платформаларын толтыруға, оларды тартымды және теңдесі жоқ қылуға өз еркімен тегін жұмыс істеп жатыр. Неге біз осыған келісім бердік? Және әлемнің жаңа қожайындары бізді қандай өмірге жетелеп жатыр? Бұл картада адамдардың ең көп баратын жерлері көрсетілген. Неғұрлым жарық болса, соғұрлым жиі суретке түсірген. Технологиялардың дамуы, көліктің қолжетімділігі және планета бойынша оңай қозғалуымыздың арқасында ең көп баратын жерлер Еуропа, Жапония және әлемнің ірі қалалары. Немесе міне әр елдегі көзге түсетін және жиі баратын орындар. Бірақ шын мәнінде қазіргі ең көп баратын орындар мүлде басқаша. Міне солар. Оған қоса бұл жерлердің бәріне бару тегін. Google мен Яндекс іздеу үшін ақы алмайды, YouTube видео көру үшін төлем сұрамайды, WhatsApp пен Telegram Қазпошта сияқты емес. Сонда логикалық сұрақ, егер бұлардың бәрі тегін болса, қалай табыс табады? Әрине қазір бәрін айтамын. Оған дейін сіз тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып үлгермесеңіз, кейін ұмытып кетіп, өлә деп қаласыз. Алдарыңызда әлемнің ең бай 30 компаниясы. Бұл нарықтағы құны, ал бұл пайда болған кезі. Көріп тұрғаныңыздай, ең ежелгілері бұл америкалық банкирлер. 19 ғасырдың соңында мұнай мен дәрі-дәрмек саудасынан байыған компаниялар пайда болды. Ал 20 ғасырдың ортасында ірі сауда желілері мен қаржы және технологиялық алыптар дүниеге келді. Бірақ назар аударыңыз, ең байлары ең жас компаниялар болып тұр. Мысалы, Apple компаниясының айфондары жыл сайын $100 миллиард табыс әкелуде. Компьютерлер одан аздау, бірақ тұрақты сатылады. Аксессуарлар мен планшеттер жыл сайын қосымша табыс әкелуде. Ал мынау алма пирогының екінші орында тұрған табыс бөлігі соңғы 10 жылда басқа бөліктерге қарағанда 422%-ға ұлғайған. Қалай ойлайсыз, бұл қандай табыс көзі? 2011-2012 жылдары Apple әлемдегі ең қымбат компанияға айналды. Сол кезде әр жаңа iPhone моделі бұрынғысынан бірнеше есе көп сатылып, смартфонға бүкіл әлем бойынша алушылар кезектері естеріңізде болса әлемді шулатты. Бірақ бұл iPhone әдемі, ақылды, ең жылдам және ең арзан болғандықтан емес. Apple сол кездегі нарық көшбасшылары Nokia, BlackBerry, Sony'ді бір ғана революциялық артықшылықпен жеңді. Ол App Store, яғни әртүрлі талғамға сай қосымшалар дүкені. Бұл керемет қосымшаларды Apple'дың жаңадан салынған әдемі ғимаратындағы өздерінің инженерлері емес, Apple үшін тегін жұмыс істейтін әлемнің әр түкпіріндегі программистер армиясы. Ойлап көріңіз, біреулер қосымшаларды ойлап тауып жасап шығарады, ал басқалары, яғни біздер, соған ақша төлейміз. Ал Apple әрбір сатып алудан өз үлесін алып, шексіз байып отырады. Бұл онлайн сервис пен App Store подпискаларынан табысы, және бүгін ол компьютерлер, планшеттер мен аксессуарлардан алынатын табыстан да көп. Енді дәл осындай бизнес тағы кімде бар, ойладыңыз ба?
қымбат әрі табысты Google және олардың өз қосымшалар дүкені мен Android операциялық жүйесі. Егер Google'дың табыс құрылымын қарасаңыз, біздің миымыз бен назарымыздан, яғни YouTube пен іздеу жүйесіндегі жарнама арқылы негізгі табысын және әсер беру күшін алады. Біз өзіміз байқамай-ақ ақша әкелетін тауарға айналып кеткенбіз. Өйткені біз туралы Google'дан жақсы білетін ешкім жоқ. Жалпы ойлап қараңыз, адамзат ең жиі кіретін, ең көп сұрақ қоятын жері Google әлемдік іздеудің 90%-на ие. Біз болсақ жай ғана іздеп жүрген сияқтымыз. Шын мәнінде біз алгоритмдерді тамақтандырып отырмыз. Олар қай видеоға күлетінімізді, қай кезде ішіміз пысатынын білетін жаңа құдайлар сияқты. Мысалы, YouTube-қа кірдіңіз. 10 жыл бұрын не көргіңіз келетінін өзіңіз жазатын едіңіз. Қазір YouTube бізге не керегін өзі беріп, біз тек дұрыс, мына видео маған керек деп келсемізді қарап отыра береміз. Неге дәл сол видеолар? YouTube-қа сіздің жеке өміріңіз қызық емес. Оларға сізден тек назар керек. Алгоритмдер сізді қанша уақыт ұстап тұра алатынын алдын ала есептеп қойған. Қазір барлық компаниялар ақша, биткоин, тіпті алтында емес, біздің назарымызды ұстап қалғанды армандайды. Өйткені бүгінгі әлемде екі валюта бар. Біріншісі ақша, екіншісі біз не білгіміз келетін туралы ақпарат. Осының екіншісі әлдеқайда қымбат болып тұр ғой. Мысалы, Мета, олардың да табыс көзінің 98% жарнамадан. Цукербергтің өзі таңда кофе іше ме жоқ па білмейміз, бірақ WhatsApp, Facebook, Instagram қолданатын 3,5 миллиард адамның әдетін жақсы біледі. Саған осы кроссовка керек сияқты, кеше диета туралы видео көрген едім деп дыға береді. Ал Каспий магазинінің үлкен ағасы Amazon ше, ол өткен жылы тауар сатудан, жарнамадан, бұлтты сервистан, комиссиядан 670 миллиард доллар табыс тапқан. Өйткені олар 90-шы жылдың өзінде ақ тағы біреуін алсай деп сыбырлай беретін кішкентай сиқыршы алгоритмді ойлап тапқан. Соның арқасында орташа чек өсіп, біз неге үшеуін алдық деп кейіннен ойланамыз. Бүгін Amazon ақшта Walmart'тан кейін екінші сауда алыбы, ал таяуда бірінші болуы болжануда. Өйткені олар америкалық тұтынушылардың жүрегін емес, мінезін жақсы зерттеп алған. Статистика бойынша ақш пен Қытайда әр үшінші сатып алу онлайн. Шамамен Қазақстанда осы көрсеткішке ұмтылуда. Онлайн сауда ыңғайлы, тек бір кішкене проблема бар. Кейбір адамдардың болмайтын артықшылықтары арқылы басқа адамдарды пайдалануы, ол құлдық. Ал құлдықтың ең жаманы сол құлдық өзіңе ұнап кетуі. Бүгінгі қожайын кісенмен емес, ол push-уведомлениемен ұстап отыр. 19 ғасырға дейін дүние жүзінде орта есеппен халықтың 8% ғана қалаларда өмір сүрген. Ал бүгін шамамен жартысы, дамыған елдерде 80%-дан да көп. Алғашқы қалалар мен империялардың пайда болу себебі аграрлық революция. Бұл кезде адамдар жер шарының әр түкпірінде аңшы және терімшіден мал өсіруші мен егіншіге айналды. Өйткені біз табиғатымыздан жалқаумыз. Егер жерге ұрық салып қойып жай ғана күтсең, жүгері, күріш, бидай, тіпті кейін жылжымайтын мүлік, доллар, биткоин сияқты өнімдер өздігімен келетінін түсіндік. Бұл біздің ми үшін ең жақсы энергия үнемдейтін шешім. Әрине егін алқабында жұмыс істеу керек, бірақ бұл әр күні орман мен далада тамақ іздеп өміріңді қатерге тіккеннен әлдеқайда болжамды, қауіпсіз нұсқа. Яғни сол заманда да, қазір де біз еркіндік пен тұрақтылықтың арасында таңдау жасап келеміз. Және көбіне қарапайым болса да тұрақтылық жеңеді. Сосын арамызда ақылды күштілеріміз осы өнім беретін жерді күзетіп, қорғау қызметін ұсынады. Кейін қорғау билікке бай элитаға айналады. Өйткені олар қаржы ағындарын бақылап отыр. Ал қалған көпшілік ғасырлар бойы түрлі дәрежеде құлдықта егін егумен айналысуда. Осылай қауіпсіздік еркіндіктің орнына тәуелділікке әкелді. Индустриялық революция бұл жүйе ақыры құлап, бәрі қалаға көшуіне себеп болды. Ойлап тапқан жаңа технология бұрынғы элитаның билігін тартып алды. Енді жеріңнің болуы маңызды емес, бастысы тиімді өндіріс құралдары, зауыттар, компаниялар, жаңа идеялар мен инновациялар. Яғни тракторлар, комбайндар, жаңа химиялық тыңайтқыштар арқасында енді егін алқабында көп адам жұмыс істеуін қажет етпейді. Оның орнына жұмысшылар, зауыттар мен фабрикаларда қажет. Осылайша тарих шаруаларды жұмысшыларға, яғни пролетарийға айналдырды. Ал феодализм, капитализм мен тұтыну қоғамына ауысты. Қазіргі кезге цифрлық колониализм деген атау беруде. Билік бұрынғысынша қаржы ағындарын бақылап отырғандар да тек басқару құралдары өзгерді.
Егер бірдеңе сатқың келсе, маркетплейске пайыз беріп, жарнамаға төлесең ғана сенің тауарың жоғарыда көрінеді. Такси немесе курьер болғың келсе, платформаға делдал ақысын төле. Видео түсірсең, табысың бір ғана бөлігін платформадан аласың. Яғни сатушылар комиссия алу үшін қажет, курьер, жүргізуші, фрилансерлер интерфейстің уәдесін орындауға пайдаланылады. Контент жасаушылар тегін түрде жаңалықтар лентасын толтырып отыр. Ал қалғандарымыз тоқтаусыз лайк басумен қымбат уақытымызды тегін беріп, датчиктер сияқты жұмыс істейміз. Алгоритм моделін үйретеміз, оған сигнал беріп, болжау күшін арттырамыз. Дәл осындай деректердің негізінде алгоритмдер өздерінің есірткісін қайнатып, өзімізді сол контент енесіне байлап жатыр. Тарихта адамдар ешқашан өз еркіндігі мен тіпті ойларын басқару құқығын осылай өзге біреуге беріп көрген емес. Және бұл батпан құйрықтың иелері ешкім үшін жауапты да емес. Бірақ сонда да адамзат ешқашан дәл қазіргідей тоқ және жайлы өмір сүрмеген. Осыған қоса, біз жайлы сонша көп ақпарат білетін алгоритмдер бізге бақыт емес, мәңгі мазасыздықты сыйлауда. Жұмыста не отбасыңызбен немесе достарыңызбен отырғанда цифрлық платформалардан келетін маңызды ақпараттарға жиі алаңдайтыныңызды өзіңізде байқаған шығарсыз. Ал балаларымыз ше, гаджеттерде күніне 3,5 сағаттан астам уақытты не істеп өткізеді? Қалай ойлайсыз? Бұл дегеніміз мектепте 5 толық сабақтың уақытына тең. Міне статистикасы: видео көреді, ойын ойнайды, арасында аздап сөйлеседі, ал оқу үшін жұмсайтын уақыт тек мынау ғана. Иә, бәрімізде жағдай осылай. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Себебі бүгінгі басты құндылық мұнай емес, цифрлық деректер болып жатыр. Сондықтан қалтамыздағы смартфондар арқылы әр қадамымыз бен желдегі әр әрекетіміз жасанды интеллект модельдерін үйретуге арналған құнды мәліметке айналуда. Қаншалықты жаңа және нақты белгіленген деректер болса, соғұрлым олар қымбат. Бірақ ең бастысы, бұл деректерді жинап қана қоймай, оларды әрдайым онлайн өңдеу үшін арзан энергия табу. Сол себепті болашағымыз бекітілген шеңбер. Технологиялық платформалар біздің деректерімізбен табыс табады, сондықтан олар бізді одан сайын тәуелді ететін өнімдерге зәру. Сонымен пайдаланушы туралы неғұрлым көп ақпарат болса, соғұрлым оны жарнама берушілерге қымбатырақ сатуға болады. Ал олар біздің қалауымызды дәл болжайды. Сонымен тағы бір рет осы есепке көз жүгіртіңіз. Бәрі өте қарапайым. Бізден уақыт алынады, уақыттан ақша пайда болады. Ал бізге контент емес, бізді контентке сатады. Қымбат уақытымызды бағалайық, телефонды бір сәт ысырып, айналаға көңіл бөліңіздер, достар.